Таразда алимент бойынша берешегі бар жұмыссыз борышкерлер мен пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарды жұмыспен қамтуға бағытталған бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Шараның негізгі мақсаты қиын жағдайдағы азаматтарға қолдау көрсетіп, олардың тұрақты табыс тауып, әлеуметтік міндеттемелерін орындауына ықпал ету. Жәрмеңкеге қаладағы 20 жұмыс беруші қатысып, 186 бос жұмыс орнын ұсынды. Іс-шараны еңбек мобильдегі орталығы, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Тараз қалалық мансап орталығы филиалы, қала прокуратурасымен бірлесіп ұйымдастырды. Мұнда сот орындаушылары мен пробация қызметінің өкілдері құқықтық кеңес берсе, полиэтилен агро, Тараз қант зауыты секілді ірі кәсіпорындар өздеріндегі бос жұмыс орындарын таныстырды. Бізде қазіргі таңда шағын, орта, ірі кәсіпорындар қала бойынша, білесіздер, еңбек KZ сайтына салады жұмыс берушілер. Қазіргі таңда бізде юрист мамандығы бойынша, экономист, одан кейін мед саласы бойынша медбикелерге, одан кейін жауапкершілігі шектеулі серіктесі қала бойынша, білесіздер, құс фабрикасы ашылды бізде. Қазіргі таңда ол мекемеде жұмыс өткенде ашылған кезінде 100 адамға жұмыс орнын құрап отыр. Жәрмеңке барысында қатысушыларға жұмыс берушілермен тікелей сұхбаттасып, еңбек заңнамасы мен мемлекеттік қолдау тетіктері бойынша консультация алуға мүмкіндік берілді. Мұндай мүмкіндікті мүлт жібермей, өз мамандығы бойынша лайықты орын тапқандардың бірі Инабат Болатхан. Мен бүгін бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне келіп қатыстым. Мен таңдаған жұмыс орным Жанұя медикал центр. Мен өзім мамандығым бойынша сұрап, және медицина мамандығына өзімнің сұрақтарыма жауап тауыппын. Осындай жәрмеңкелерді қуантып жатыр жастарды. Бұл Тараз қаласында жыл басынан бері өткен 11-ші бос жұмыс орындары жәрмеңкесі. Қазіргі таңда қалада 6100 адам жұмыссыз ретінде тіркелген. Ал биыл олардың 3286-сы тұрақты жұмыспен қамтылды. Оның ішінде 1743-і жастар. Сондай-ақ жас мамандарды қолдау мақсатында жастар практикасы бағдарламасы аясында 690 орын бөлініп, алғашқы жұмыс орны жобасы да жастардың еңбек нарығына бейімделуіне мүмкіндік беріп отыр. Мөлдір Аңбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Құстаубек, Қордай 24 Ньюс.